Балаң оқысын десең, онымен қалай сөйлесу керек? Ата-аналарға арналған революциялық кітап. Балаларыңыз оқуға ынтасыз ба? Үй тапсырмасын жасауға құлықсыз ба? Немесе сіздің айтқаныңызды тыңдамай ма? Көптеген ата-аналар қанша рет айтсам да тыңдамайды. Сабақ оқуға мотивациясы жоқ. Мектепте қиындық көріп жүр, деп шағымданады. Бірақ мәселе балалардың жалқаулығында емес, ата-ананың олармен қарым-қатынас орнату әдісінде. Элейн Мазлиш пен Адель Фабердің «Балаң оқысын десең, онымен қалай сөйлесу керек» кітабы ата-аналарға арналған нақты шешімдер жинағы. Бұл кітап балаңыздың оқуға деген қызығушылығын арттырып, өз бетімен білім алуға ынталандыруға көмектеседі. Бала неге оқудан қашады? Көп ата-аналар «менің балам оқығысы келмейді» деп шағымданады. Бірақ сіз балаңызбен қалай сөйлесесіз? Тез үй тапсырмаңды жаса, сен жалқаусың, сабақ оқымасаң болашағың жоқ. Бұл сөздер балаға мотивация бермейді. Керісінше, оқуға деген жек көрушілігін арттырады. Бала өзін қалай сезінеді? Мен ақымақпын ба? Ата-ана мені үнемі сынайды. Оқу тек міндет. Ал мен өз еркіммен ештеңке үйрене алмаймын. Негізгі мәселе, бала оқуды міндетті жұмыс ретінде қабылдаса, оған қызығушылығын жоғалтады. Баламен қалай дұрыс сөйлесу керек? Балаңызды тыңдаңыз. Көп ата-аналар балаға бұйрық беріп, оның эмоциясын елемейді. Дұрыс әдіс. Сен бүгін сабақта не үйрендің? Қандай тақырып қызықты болды? Қай пән қиын? Қалай көмектесе аламын? Құпиясы. Бала өзін тыңдалғанын сезсе, ол ашық сөйлесе бастайды. Жазалаудың орнына ынталандырыңыз. Сен сабақ оқымасаң, телефоныңды алып қоямын. Бала бұған қарсыласады. Дұрысы, кел, бірге жаңа әдістерді байқап көрейік. Мынадай ойын ойнасақ, есепті жақсы түсінесің. Сенің өз бетімен үйренуің үшін қалай көмектесе аламын? Құпиясы. Бала мәжбүрленген кезде емес, өзін еркін сезінгенде ғана үйренеді. Баланы мақтау керек, бірақ дұрыс мақтау керек. Кейбір ата-аналар: сен ең үздіксің, сен өте ақылдысың. Бұл баланы өзін тым жоғары бағалауға немесе сәтсіздікке ұшыраса, өзіне сенімсіз болуға итермелейді. Дұрыс мақтау қандай? Сен бұл есепті өзің шешкеніңе қуаныштымын. Кеше қиын болды, бірақ бүгін өзің үйрендің. Керемет, сен көп күш салдың, еңбегінің нәтижесін көрдің. Құпиясы. Мақтау нақты еңбекке бағытталуы тиіс, мінезіне емес. Баланың оқуға деген мотивациясын қалай арттыруға болады? Оқуды ойынға айналдырыңыз. Егер балаңыз есептерді ұнатпаса, оны квест, ойын немесе жарыс түрінде жасаңыз. Егер балаңыз тарихты ұнатпаса, оған тарихи фильмдер, қызықты фактілер айтып беріңіз. Бала өзіне оқу кестесін жасауы керек. Міндетті емес, өзіне ұнайтын кітаптарды оқуына мүмкіндік беріңіз. Өз мысалыңызды көрсетіңіз. Бала ата-ананың іс-әрекетін қайталайды. Егер сіз көп кітап оқитын болсаңыз, балаңыз да кітапқа қызығады. Бұл кітап сізге қалай көмектеседі? Баламен дұрыс қарым-қатынас орнату, оның оқуға деген қызығушылығын ояту, жазалаудың орнына мотивация беру, баланы өз бетімен білім алуға үйрету. Нәтижесінде бала өзі сабақ оқуды үйренеді. Сізбен ашық сөйлесе бастайды. Оқуға деген сүйіспеншілігі артады. Қорытынды. Балаларыңызды сабақ оқы деп қинаудың қажеті жоқ. Олармен дұрыс сөйлесіңіз. Сонда олар өздері оқи бастайды. Оқу тек мектептегі баға емес, өмір бойы жалғасатын процесс. Бұл кітапты оқыңыз және балаларыңызбен қарым-қатынасыңызды жаңа деңгейге көтеріңіз.